Байқадыңыз ба, құбыжық мысықты бүрейге лақтырып жіберген кезде ол Джек Хорнердің фабрикасының логотипі бейнеленген ағашқа құлайды және G мен H әрпі бар. Фильмнің басты антагонистінің пайда болуын көрсететін сияқты. Иә, қасқыр ешқандай да зұлым емес. Фильм басталып жатқанда бесік жыры сияқты біртүрлі музыканы естиміз. Және де Puss in Boots, яғни итке мысық деген жазуды байқайтын болсақ, қасқырдың аружасы, яғни қаруы бейнеленген S әрпін көреміз. Және бізге трейлерде де оның финальный битвасын көрсетеді. Келесі қателікке кеттік. Енді байқайтын болсақ, мысықтың мүсінінің қасында жай ғана пирог емес, Джек Хорнердің пирогы. Видеоны жасау оңай болған жоқ, сондықтан сіздерден лайк пен тіркелу. Етік киген мысықты бәрі қолпаштап көтеріп жатқанда қармақ қолды көріп қаламыз. Және де бұл, сол қармақ қол Питер Пендегі. Байқасақ, бұл қармақ қол Шрек мультфильмінде алғаш рет пайда болған. Барлығы уланған алмадан талып жатыр және қармақ қол пианинода ойнап жатыр. Бұл дегеніміз барлығы сақталғанды білдіреді. Ендігі қателік, Джек Хорнердің бөлмесінде қармақ қолдың темір қолғабы қайдан жүр? Күлкілі қателіктердің бірі, мысық адамның қолымен секіріп ойнап тұрады. Енді қорққан адам түрі. Осы жері есіңізде ме? Байқасаңыздар, қылыштасып жатқан кезде әртүрлі фондық дыбыстар саундтрекпен бейнеленген. Мысық алып қобыжықпен шайқаспақ болғанда кадрды тоқтатып қоям. Енді қараңыз. Енді көрдім мен, біздің сүйікті қасқырымыз екен. Көптеген кадрларда пайда болып аңдып жүрген. Енді дәрігердің бөлмесіне келсек, мынау не? Скелет, қолында семсері бар ма? Онда Гензель мен Гретта туралы информациялар жазылған. Білсін тағы туыс болып жүрсе, онда Цербердің суреті бар екен. Енді қараңыздар, скелет мысық, және орташа кәдімгі мысық, және де мыстан мысық, одан кейін гигант мысық па? Не болып кетті? Еще драконның сүйек сұлбасы бар екен. Так, келесі кадр. Енді покер ойнап отыр. Және жай емес, иттермен ойнап отыр. Оларды жеңгеннен кейін ол ирландша. Ирландықтар жасыл киімді, ұлттық киім ешқашан кимейді. Қателік. Енді Тәттібектің аяғына қараңыздар. Аяқтары бар ма? Ал Шрек мультфильмінде оның аяғын қинап тұрып жұлып алған болатын. Одан қарағанда үстел үстінде 2 стакан тұрды. Ауысқанда оларда жер жұтып кетеді. Кейін үстел басына қасқыр телепортация жасайды және қолында стакан бар. Бүгінгі видеоға әзірге осы достар. Алдағы уақытта тағы да шығады деген үміттемін. Және де бұл видеоның соңы емес, міндетті түрде жалғасы шығады. Және ол дайын тұр. Егер осы видеоға 50 лайк жиналса, келесі бөлімін міндетті түрде шығарамын. Ал сіздер менің арнама тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған NBR KZ, келесі кездескенше.